Bir қария өзеннің шетіндегі талдың көлеңкесінде демалып отырып, суға түсіп кетіп, жан таласып жағаға шыға алмай жатқан мысықты көріп, көмектесейін деп қолын созады. Әлгі мысық қарияның қолын тырнап алып жарақаттайды. Қария екінші рет қолын созады. Әлгі мысық тағы да қолын тырнап алады. Қария үшінші рет қолын созады. Сол кезде оны сырттай бақылап тұрған бір жас жігіт: "О, ақсақал, қолыңызды бірінші тырнап алғанда қоя салмадыңыз ба? Екінші рет тырнап алса да ғибрат алмадыңыз ғой, оныңыз не?" дейді. Қария мысықты судан шығарып жатып: "Тырнау бұл мысықтың бойындағы бар қасиет. Ал жанашырлық пен мұқтаждарға жәрдем ету менің бойымдағы бар қасиет. Ендеше жақсы қасиетімді мысықтың жаман қасиетіне неге жеңдірмекпін? Есіңде болсын, біреудің саған ұстаған ұстанымы сенің оған ұстайтын ұстанымыңның өлшемі етпе. Біреуге жасаған жақсылығың одан қайтпағанмен, өзгеден міндетті түрде қайтатынын білгейсің. Кісілігіңнің кіршіксіз болу үшін аянбай еңбек еткенің абзал" деген екен. Расында өмір бәрімізге бір-ақ рет берілетін сағаттық сәттер ғана. Ексең орасың, берсең аласың. Ақ көңілдің аты арымайды, тоны тозбайды деген. Ендеше қамшының сабындай ғана қысқа жарық жалғанда әрдайым кешірімді, кішіпейіл, мейірімді болғанға не жетсін? Бірақ айналаға қарасаң, бары бере алмай жатыр, жоғы көре алмай жатыр. Мықтысы тартып алып, әлсізі арызданып жатыр. Сараң сорлы бере алмай, күндес көре алмай, әркімді өзектеп тілдеп жатқан бір адам, бір-бірінің жағасын жыртып, ар ұят деген нәрседен тысқары жүрген қаншама адамдар жүр. Ақыл айтсаң, аузыңды айырып жүреді. Оларға не деп ақыл айтасың? Осындай ғибратты әңгімелер бар, қазақта мындай мақал бар десең, олар да саған мақал айтады. Бірақ орыс деген какой привет, такой ответ қой дейді. Оған не дейсің? Бірақ біздің әлде болса жынданып кетпей жүргеніміздің бірден бір себебі арамызда жақсы адамдардың бар болғандығынан дейді. Әлде болса жақсы адамдарымыз бар. Соларды көрейік. Жақсы адамдарымыз көп болсын, аман болайық. Бұл әрине менің ой пікірім. Сіз қалай ойлайсыз? Айтады ғой, бойымен бойлас адам табылса да, ойымен ойлас адам табылмайды деп. Мүмкін сіз менімен ойлас адам шығарсыз. Пікіріңізді қалдырыңыз, қолдау білдіріңіз. Сіздің қолдауыңыз, сіздің пікіріңіз мені шабыттандырады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жақсы адамдарымыз көп болсын. Аман болыңыздар, келесі жүздескенше.